Сәлем достар, бүгін мен сіздерге тәтті бөлкелер рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге қайнатылған су, сүт, тұз, шекер, сары май, дрожжи, жұмыртқа, шимек май және ұн қажет. Ең алдымен біздер апарасын дайындап аламыз. Ол үшін қайнатылған су, сүт, дрожжи және тұзды араластырып бірнеше минутқа қойып қоямыз. Одан кейін апарамыз дайын болғаннан кейін қалған ингредиенттерді қосамыз. Шимек майды, сары май, жұмыртқа және ұнды қосып араластырамыз. Бірнеше минутқа қолға жабыспағанша араластыра береміз. Әбден елеп алғаннан кейін бірнеше минутқа көтерілгенше қойып қоямыз қамырымызды. Дайын қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, противенге домалақтап жасап қоямыз. Менде 10 бөлке шықты. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут себуге болады. Назарларыңызға рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар.